Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сүтті қыз тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Торттың құрамына қосатын заттардың барлығы видеоның астында описаниеда тұр. Жұмыртқамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Сары майымыздың пайызы міндетті түрде 72 немесе 82% болуы керек. Қант қосып қоюландырылған сүтті, яғни сгущенканы қолданатын болғандықтан қант қоспаймыз. Бөлме температурасында тұрған майды миксерлеп, оның үстіне жұмыртқа мен сгущенканы құйып, бірге миксерлесеңіз де болады. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп отырып, ұнымызды қосамыз. Құрамына қосатын барлық заттарыңыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Осындай қою қамыр шығу керек. Енді пергамент қағазын дайындаймыз. Ол үшін осындай дөңгелек қалыптың ішіне пергамент қағазын салып, қыстырып отырып, дөңгелек формасын келтіреміз. Қалып болмаса, пергаменттің екінші жақ бетіне дөңгелектеп тәрелкемен немесе қақпақпен сызып алсаңыз болады. Тіпті сізге саннан, әріптен жасалған торттар ұнаса, онда қағазға алдын ала үлгісін сызып алып, сол бойынша формасын сызып шықсаңыз болады. Осылайынан сызығынан асып кетпей, бір қалыпты тегістеп, қамырымызды салып жайып шығамыз. Мен үнемі Поклан фирмасының пергамент қағазын қолданамын. Оған ешқашан жабыспайды, және де 4-5 резге дейін қолдана берсеңіз болады. Осылайынан қамырымыздың бәрін пергамент қағазымызға салып дайындап аламыз да, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 5-6 минуттан пісіріп аламыз. Тез-тез піседі. Піскен корждарды міндетті түрде бірінші сеткаға қойып, суытып алыңыз. Суыған корждарды үстісіне қоймаңыз, жабысып қалуы мүмкін. Суыған корждарымызды осылайынан пергамент қағазынан аламыз. Мүлдем жабыспайды, оңай алынады. Тортымыз біркелкі болу үшін шеттеріндегі артық корждарды осылайынан кесіп алып тастаймыз. Егер сізде кондитерлік кальций болса, тіпті жақсы. Сонымен қиып алыңыз. Кремімізді дайындайық. Ол үшін бізге тап-таза құрғақ ыдыс керек. Соған кілегейімізді құйып, миксерлейміз. Кілегейіміз сәл қоюланып бастаған кезде сүзбелі ірімшігімізді, яғни творожный сырымызды саламыз, және де қант ұнтағын електен өткізіп отырып саламыз. Миксеріміздің жылдамдығын жоғарылата отырып, шамамен 5-6 минуттай араластырамыз. Крем өзі қоюланып, дайын болады. Дайын болған крем өзінің формасын осылай ұстап, ағып кетпеуі керек. Енді тортымызды жинайық. 6 корж шықты. Әрбір корждың ортасына осылайынан кремімізді жағып, тегістеп шығамыз. Негізі домалақ арнайы кондитерлік кальцийда жинаған ыңғайлы. Егер кальцийда жинайтын болсаңыз, барлық корждарға кремдерін жағып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қойған соң, шеттеріне жағып шығасыз. Осылайынан барлық корждарға жағып шығамыз. Мынау соңғы корж. Қалған кремдерін шеттеріне, жандарына жағамыз. Бетін тегістейміз, және де тоңазытқышқа жарты сағатқа қойсақ жеткілікті. Себебі коржы өзі нәзік, жұмсақ болып піседі. Торттың бетін, жандарын тегістегенде осындай арнайы кондитерлік шпательді қолдансаңыз болады, немесе пышақпен тегістеп шықсаңыз да болады. Қазір сіздерге шеттеріне жағатын вафельді үгітінді дайындауды көрсетемін. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары майға қант ұнтағын қосып араластырып аламыз. Және де бір жұмыртқаның ағуызын қосамыз. Егер жұмыртқаңыз кіші болса, 2 жұмыртқаның ағуызын қосқаныңыз дұрыс болады. Миксермен жақсылап араластырып болған соң, үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз.
Осындай біркелкі қоймалжың қамыр шығады. Енді осы дайын болған қамырымызды пергамент қағазына жұқалап біркелкі қылып жағып шығамыз. Шпательді немесе пышақты қолдансаңыз болады. Осылай видеода көрсетілгендей біркелкі жағылып шығуы керек. 180 градуста 2-3 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Суығанда салафанға салып, қолымызбен жай ғана басып үгітеміз. Тортымызды әсемдейміз. Шеттеріне осы дайын болған вафельді үгітіндіні жағып шығамыз. Бұл вафельді үгітінді өзі жұқа, тәтті болғандықтан тортқа ерекше дәм береді, аузыңызда қытырлап ериді. Тортты әсемдеу өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қалған ашық жерлерін осындай тәттілермен және де жеміс-жидекпен әсемдеп шықтым. Каналымда басқа да рецепттер бар, құймақтың рецебі бар, оны дастарханға қалай әсемдеп қоюға болатыны көрсетілген. Кіріп көріңіз. Осы рецепт бойынша міндетті түрде пісіріп көріңіз, үй ішіңіздің көңілінен шығатынына сенімдімін. Себебі үй ішімнің ең сүйіп жейтін тортының бірі. Мінекей біздің тортымыз дайын. Қазір кесіп дәмін көреміз. Кесілгеннен ақ білініп тұр, өзі сондай үлпілдек, жұмсақ, нәзік болып шықты. Ал дәмі деген тәп-тәтті, қайта-қайта жей бергіңіз келеді. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыз.